Кез келген адам бүгінде әлемдік жанкүйері көп. Қай спорт деген сұраққа іркілмей бірден футбол деп жауап берер еді. Екі қақпаның ортасында 22 ойыншы жүргенімен олардың арасында көрерменді өзіне баурап алатын таланттар болады. Өткен ғасырдың 60-70 жылдары Бразилияның атақты футболшысы Пеленің ойынын көргендер оның өнерін әлі күнге дейін аңыз қылып айтады. Бүкіл әлемдік футбол королі деп атанып кеткен Эднус Арантис ну Насименту, яғни көпшілікке Пеле есімімен таныс ойыншы, осыған байланысты футбол королінің спорттық карьерасындағы 10 қызықты деректі ұсынамыз. 17 жастағы дебют. Пеле 17 жасында алғашқы әлем чемпионатына қатысты. Франция жерінде өткен біріншілікте бірінші ойынын КСР-ға қарсы өткізді. Бұл ойында Бразилия 2-0 есебімен ұтты. Ол өзінің алғашқы голын ширек финалда Уэльс қақпасына соқты. Жартылай финалда Бразилия Франция құрамасынан 5-2 есебімен басым түсті. 17 жастағы вундеркинд хэт-трик жасады. Осылай әлем чемпионатында ең жас хэт-триктің авторы атанды. Финалда Бразилия жарыс қожайынын жеңіп, алғаш рет әлемдік мундальдың бас жүлдесін олжалады. Бір матчта 8 гол. Пеле жас кезінен ақ мергендігімен көзге түсе бастады. Тіпті 1964 жылы 21 қыркүйекте Рибейрау Прету қаласының Ботафого командасына 8 гол соққан. 3 дүркін әлем чемпионы. Пеле 3 дүркін әлем чемпионы атанған жер бетіндегі жалғыз футболшы. Ол Швеция, Чили, Мексикадағы доп додасында алтын кубокты ұтып алу бақытына ие болды. 1970 жылы финалда Бразилия мен Италия ойнаған еді. Сол кездесуді көруге Мехикодағы Ацтека стадионына 110 мың көрермен жиналды. Бразилия финалда италиялық футболшыларды 4-1 есебімен тізе бүктірді. Пеле бұл матчта өзі 1 гол соғып, әріптесіне 2 нәтижелі пас береді. Бразилия тарихындағы үздік бомбардир. Пеле ұлттық құрама сапында 92 матчта 77 гол соққан. Оның ізбасары Рональдо 62 голға дейін жеткізді, бірақ Пеледен оза алмады. Ал қазір Неймар 46 голдың авторы атанып үлгерген. Атақты футболшының рекордын дәл осы Неймар жаңартады деген болжам бар. Алайда Пеле бұл туралы басқаша көзқараста. Жаңа король болуы мүмкін емес. Неймар жақсы ойыншы. Ол әлемдік деңгейдегі жұлдыз болады. Бірақ маған жете алмайды деген еді. Бразилиялық найзағай. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Пеле өзінің керемет физикалық қабілеті мен еңбекқорлығының арқасында футболда адам сенгісіз нәтижелерге қол жеткізді. Ол тіпті 100 метр қашықтыққа 10 секундта жүгіріп өтетін болған. Кейбір кәсіби жеңіл атлеттердің өзі мұндай көрсеткішпен мақтана алмайды. Бразилиялық жеңіл атлетикамен шұғылданғанда бәлкім аңыз желаяқ Усейн Болтқа бәсекелес атанар ма еді. Пеле ұзын бойлы ойыншылардың қатарына жатпайды, 1,73 см. Алайда ол допқа талас кезінде 2 метрге дейін секіреді екен. Осындай көрсеткіштеріне қарап, Пеленің жеңіл атлетиканың бірнеше түрімен айналысуына шамасы жеткенін байқауға болады. Сантостың символы. Бразилияның Сан-Паулу штатының Сантос командасына Пеле 18 жасында келді. Ол 1956 мен 1974 жылдар аралығында 1091 гол соққан. Клубтың тарихы екіге бөлінеді. Біріншісі Пелеге дейін, екіншісі Пеледен кейін деп. Атақты футболшы Сантос сапында 5 рет Бразилия кубогын ұтып алды. 2 рет Либертадорес және құрлық аралық кубокқа ие болды. 2014 жылы Сантос Пелемен мәңгілік келісім шартқа отырды. Яғни бұл команда мен футболшы бір деген сөз. Пеле 1000 клубының мүшесі. Ол өзінің спорттық карьерасында 1389 гол соққан. Кейбір деректерде 1281. 21 жылға жуық кәсіби спорттық ғұмырында осынша голдың авторы атанған. Пеле бұл көрсеткіш бойынша чехиялық Йозеф Битсон және де неміс Герд Мюллерге ғана жол береді. Пеле күні.
1969 жылдың 19 қарашасы Бразилия футболының тарихына енді. Атақты Маракана стадионында Сантос пен Васко да Гама кездесуінде Пеле өзінің 1000 голын соғады. Осыған орай Бразилияның байланыс министрі почта маркасын шығарады. Бұл жеке футболшының жетістігіне байланысты шығарылған тарихтағы алғашқы почта маркасы болады. Бразилия халқы әлі күнге дейін 19 қарашаны Пеле күні ретінде тойлайды. 1999 жылы Халықаралық олимпиадалық комитет Пелені 20 ғасырдың үздік 5 спортшысының қатарына қосты. Бразилиялық ойыншы ешқашан олимпиада ойындарына қатысып көрмепті. Сонда да. Сіздерді Найман каналының Instagram парақшасына және де ВКонтакте желісіндегі группасына тіркелуге шақырамыз. Тіркеліңіздер, қызықтың бәрі осында.